Ал енді Қалбибі өнер студиясымен дос болғаныма, бұл студиядағы шәкірттердің кештерін жүргізгеніме маған бір 3-4 жылдың жуығы болып қалыпты. Негізі Қалбибі апай бұл өнер студиясын 2012 жылы ашқан. Ол кезде бір-ақ шәкірті болатын. Ал қазір шәкірттер саны, Аллаға шүкір, артып жатыр. Шәкірттердің алды өнер академиясында білім алса, жалғасы мінекей әлі күнге осы мектептің дәрісін алып жатыр. Ал осындай таланттарға қанат қағуына, олардың өнерге самғауына зор үлесін қосқан Қалбибі Алпысбайқызы Абдуллаеваға тағы бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар, артық болмас. Ән жоқ жерде өмірдің сәнде жоқ секілді, ән жоқ жерде өмірдің мәнде жоқ секілді, ендеше қазағымның әндерімен бүгінгі концертіміз жалғасады. Асхат Қылышбектің өлеңіне жазылған Руслан Мамытовтың әні «Менің қазағым» сахна төрінде Роксана Алтынхан. Қарсы алыңыздар. Менің қазағым елі жомарт жерге, пейілің дархан даласына телеген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақыт кетпеген төрің. Babalardan batırlığı жалғасқан менің қазағым 11 yeni дәлі басқан өмірі думан көңілі күйен дастан Азияның әлемге ай барсың қазағым шығылым оған түркінің байрағысың қазағым бауыр тұтқан баршаны жайдарсың қазағым тектіліктің тұмадай қайнарсың қазағым менің қазағым мұң жығылып мұң тұрған барыстай алғар бойда намыс болқынған менің қазағым жанарынан нұр тұнған қырандай күшті тек биікке ұмтылған Азияның әлемге ай барсың қазағым жығылмаған түркінің байрағысың қазағым бауыр тұтқан баршаны жайдарсың қазағым тектіліктің тұмадай қайнарсың қазағым менің қазағым ұлы қонған атқа жаз айдай аруы ардың жібін аттамас менің қазағым әлем бүгін бақталас биікке бастар бақыт жолын тапталаш Азияның әлемге ай барсың қазағым жығылмаған түркінің
болмаса менің қазағым. Роксана Алтынхан, қошеметтеріңіз.